Бізде міне бірінші машина Mitsubishi Galant 92 жылғы 1 миллион 600 дейді бағасы. 1.8 объем. 701 389 32 07. Мінекей. Одан кейін бізде 2 Niva тұр мұнда. 6 миллион 200 мың дейді. 2024 жылға. жылға. Келесі. Дәл солай 2024 жылы новая дейді. 6 миллион 850 екен бағасы. 707, 773, 38, 17. жылғы Renault 2 куб дейді. 1 миллион 200 мың. 777, 436, 63, 57. Мұнда бір Kia Rio 2014 жылғы 1.6, пробег 139 мың. Цена 5.8 деп тұр. 771, 881, 19, 83. Ешкі салон мынадай. Автомат коробка әдеттегідей. Сосын мында бір Жигули тұр. 2010 жылғы 1 миллион 150 мың теңге дейді. 707, 549, 35, 92. Жиырма 1099, 98 жылғы 1.5 объем 1 миллион 300 мың дейді бағасы. Телефон номері 778 597 71 17. Мінекей. Ой, кешірім сұрайым, бұл девятка екен ғой, 21009 екен ғой. Мен анамен шатастырып айтып жеріппін, кешірім сұрайым. Девятка. Түсі әдем екен, түс маған ұнап қалды ше. Салоны міне мынадай болып тұр. Бері пакет қалдырып кетті. Артқы салонында тонировка. Артқы жағында. Жерінде мынадай кішкентай нәрсесі бар екен. Мейлі, кеттік. 99 деп айтып жеріппін ғой, девятка болды. Айып етпеңіздер. Келесі міне 99. 21099, 2000 жылғы. Сразу карбюратор деп жазып қойыпты. 800 мың теңге. 702, 818, 19, 39. Егер кузовы жақсы сақталса, әрине бұл керемет. Ішкі салонын көрсетейін. Екі Лада қатарынан тұр екен. Артына тонировка жабыстырмапты. Мінекей. Келесі, мынау қандай көлік? Kia Bongo ма, кім біледі, жаза кетсін. 2022 жылға объем 2.5 газ екен, 2 миллион 12 миллион 700 мың теңге. Ценасы 747 383 07 07.
айналдыра түсіре кетейік. Әр среда жаңарып тұрады екен машиналар. Мен онша жаңармай ма деп ойлаған едім. Өткен среда келген едім негізінде. Осы среда онша машина болмайды ау деп келе жатыр едім. Бірақ болады екен, қуанышқа орай. Бұл бізге контент, и сіздерге тоже контент қой. Жалпы енді түсіру ниетіміз сіздерге бағасын толық әрі түсіндікті етіп көрсету. Келесі бізде Mercedes. Бұндай Mercedes тура менде болған еді. 94 жылғы 2.8 объем 3 миллион 800 дейді. Бағасы 747 383 0707. Қалай сіздеріңіз ойларыңызша? Сразу мына машина мынандай, мына машина анандай қымбат екен деп жазып отырсаңыздар комментарийге. Бізде мәз болып қаламыз, сәл бір комментарийдің өзіне мәз болып қалатынымыз бар да. Келесі Nexia бір көлігі 2004 жылғы 1.5 объем 1,5 миллион 775 941 98 89. Неге? Оны жауып қойған ба, ашып қойған ба білмеймін. Жабық тұр екен. Салоны мынадай. Тап-таза ұстаған секілді ғой. Енді байқаған бойынша Nexia 1-ді қызығып айдайтындар көп екен да. Өте сондай бір приятный машина ау деймін. Nexia 2-ге қарағанда адамдар осы Nexia 1-ді тап-таза ұстап айдайды ғой. Ұнаса лайк басып қойдыңыздар. Daewoo Gentra 2014 жылғы 1.5 объем, ценасы 4 миллион 400 деп тұр. 707 560 31 23. 2014 жылғы Gentra 4 миллион 400 мың теңге сұрап тұр. Автомат екен да бұл. Бір плюсы автомат екен. Бұлардың автоматы жақсырақ негізінде. Мына Nexia қарағанда сәл ауырлау жүре ма? Қатты ұшқалақ емес та. Бұзыла бермейтін көлік еді. Міне ішкі көрінісі автомат коробка. Одан кейін бізде Nexia 2 2013 жылғы 163 мың пробег, 1.5 объем, мәссаған 2 миллион 900 мың. Телефон номері мынадай: 701 565 12 20. Мен бүгінгі даусыма кешірім сұраймын, енді тамам аздап тұмауратып тұрмын да. Сонымен даусым енді сондай ғыжырлап естіліп жатыр. Өзіме де бір түрлі болып тұр. Daewoo Nexia 2 миллион 900-ге алар ма едіңіз мынадай? Оның артында тағы да бір Nexia 2 тұр. Родной краска дейді, 100%. 2012 жылға 1.5 объем, 135 мың пробег. Мынау анадан жоғары болып тұр ғой. 3 миллион 200 мың. 701 565 12 20. Люкс комплектация болып тұр ғой бұл. Ой, жарықтыға, бұлар кезінде бұндай тұрмады ғой, я. Мен 2018 жылы машина алған кезде бұлардың патологын 1 300 000 450-ге алатын едік қой. Бұл жайында не ойлайсыздар енді? Кейіннен қымбаттауды қолдан шығару әділ нәрсе ма негізі? Мұның жанында тағы да бір Gentra тұр екен. Gentra'ны түсіре кетейік. Gentra бізде механика екен. Механический коробка. 2014 жылғы 1.5, бағасы 4 миллион 200 дейді. 776 771 18 18. Механикаға 4 миллион 200 сұрап тұр.
Ал осыдан алдыңғы көрсеткенім 4 миллион 400 сұрап тұр. Ол автомат еді. Бұл ақ түсті. Ана түсіргенім ол қара түсті еді. Мына түсіргенім қара түсті еді. Мынау ақ түсті. Мына бір Nexia 2 тұр, бірақ бағасы еш нәрсе жазылмапты. Мында Nexia 1 бағасын көрсете кетейін. 2006 жылғы 1.5 объем 1 миллион 700 дейді. 707 904 65 00. Айттым ғой, Nexia 1-ге адамдар жақсырақ қарайды. Мынандай жағына мынаны қойғаннан кейін түсінуге болады негізінде. Қалай қарайтыны. Мынандай карбоновый нәрсе жабыстырған ба, не істеген өзі. Сәл бір жараспай қалған тұсы бар екен.